Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге үй жағдайында керемет, нәзік, әрі өте дәмді клубника в шоколаде дайындаймыз. Алдымен клубникамызды салқын суға аздап ас содасын қосып, 5-6 рет жақсылап жуып аламыз. Бұл клубниканы табиғи түрде таза әрі қауіпсіз етуге көмектеседі. Жақсылап соны кептіреміз. Енді 200 грамм шоколадты микроволновкада 45 градусқа дейін қыздырып ертеміз. Температураны асырып жібермеңіз, шоколадтың сапасы осыған тікелей байланысты. Еріген шоколадқа 60 грамм ерімеген шоколадты қосып, 1 келгі болғанша араластырамыз. Содан кейін оны 30-31 градусқа дейін салқындауын күтеміз. Дәл осы температура шоколадты дұрыс темперировать етуге көмектеседі. Шоколад жақсы темперировать етілсе, клубникаға керемет жұғады, жылтыр, тегіс әрі нәзік қабықша болып қатаяды. Ең бастысы бөлме температурасында еріп кетпей өз формасын сақтап тұрады. Клубника в шоколадені үй жағдайында жасау арзан, оңай және өте тиімді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жақындарыңызды осындай әдемі тәтті сыйлықпен қуантыңыздар. Толық рецепті видео астындағы сипаттамада, яғни описаниеде қалдыратын боламын. Клубникаларымыз дайын болғаннан кейін осындай қорапқа әдемілеп салып, өздеріңіз безендірсеңіз болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.